Сәлеметсіңдер ме достар? Бүгінгі сабағымызда шатаспақ өрнегін тоқуды үйренеміз. Ол өте оңай басталынады. Өздеріңізге қажетті ілмек сандарын жинап аласыздардағы. Бірінші жолы бір оң бір теріс болады. Міне видеода көріп тұрғандай бір оң бір теріс тоқып шықтыңыздарда. Ал одан кейінгі қатарлардың барлығында теріс болып тұрған жер оң тоқылады, оң тоқылған жер теріс болып тоқылады. Бірінші қатар болсын, екінші қатар болсын, яғни шатастырып тоқу деген сол себептен аталып тұр. Міне теріс тоқып жатырмын. Өзіңізде шатасып кетесіз, көрдіңіздер ғой. Оңның үстін теріс, терістің үстін оң тоқимыз. Одан кейін қолдарыңыз тез үйреніп кететін болады. Міне шатаспақ өрнегі осылай көрінеді. Екі жағы да бірдей, өрнегі бірдей. Оңның үсті теріс, терістің үсті оң тоқыла береді. Өте әдемі. Ал мынау менің қолымдағы столбики өрнегі. Жаңағы шатаспақта бір-бір жолдан шатастырсаңыз, бұл жерде екі қатардан кейін барып шатастырасыз. Терістің үсті оң тоқылады екі қатар, ал оңның үсті екі қатар теріс тоқылады. Міне көрсетіліп отырмын видеодағыдай. Екі қатар оң тоқылғанның үстін теріс алып жатырмын. Екі қатар теріс тоқылды, оның үстін оң. Міне осылай әрбір екі қатардан кейін ғана шатастырып тоқисыздар. Өрнек өте әдемі шығады. Міне мынау столбиктің екінші қатары. Жаңағы суреттегідей. Оң, бұл теріс. Оң және теріс. Бұл столбикидің екінші қатары тоқылып жатыр. Міне осылай достар, столбики дегеніңіз әрбір екі қатардан кейін ғана шатастырып тоқитын боласыздар. Сонда өрнегіңіз өте әдемі шығады. Екі жағында бірдей суреттері, яғни өрнектері бірдей әдемі болып шығады. Міне екінші қатарды біттім. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта келесі өрнекті көрсететін боламын.